айтыңыз. Балам жүрегін алмаймыз да, жүрегі не бар екенін білмейміз. Балам сен дәрігер бол. Ойбай халыққа қызмет көрсетесің ғой, халықты емдейсің, ақшасы көп дейміз. Есепші бол дейміз. Есепте отырып әйтеуір оның да ақшасы көп дейміз. Мұғалім бол. Күнкөрістің қағидаты көп адам, екінің бір мұғалім. Бір мектепте мұғалім бар дейміз. Аспазшы да, аспазшы бол. Құрыста бір курс оқып аспазшы болмаса шкалап. Онда айтамыз мысалы, құр жүргенше деп, экономист бол дейміз, сот бол дейміз. Ал бірақ баланың қалауы не? Өзінің жүрегінде туризм саласында жұмыс істегісі келеді бала. Біз соны білмейміз. Неғыласың туризмді, қоямыз да енді. Міне, сол сияқты ақыр соңында бала өзінің қалауымен оқуына түседі да, туризм саласын алып шығады. Ата-ананың қалауы тек қана. Балам жаман болмасын дейді да бұл жерде. Ананың ақшасы көп, ертең болашағын ойлап жүреді. Ананың ақшасы көп, мынаның ақшасы көп.